Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Алдымен өз-өзімді таныстырып өтсем. Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология және көптілді білім беру институтының қазақ тілі және әдебиеті мамандығының 3-ші курс студенті Расмахан Сүйкім Маратқызы. Бүгін сіздерге тіліміздегі туыстық атауларды аксиологиялық бағытта меңгерту деген тақырыптағы зерттеу жұмысыма баяндама жасайтын боламын. Алдымен аксиология терминіне тоқталып өтсем. Аксиология грекше аксия құндылық және логос ілім деген мағынаны білдіреді. Яғни құндылықты зерттеу ілімі және олардың нақты әлеммен қатынасы. Аксиология термин ғылымға ең алғаш рет 1902 жылы француз философы Лапи енгізді. 1904 жылы неміс философы фон Гартман аксиологияны философиялық ұғымдар жүйесі құрайтын негізгі ғылым ретінде ұсынды. Қазіргі уақытта бұл термин тек философия мен әлеуметтануда ғана емес, сондай-ақ мәдениеттану және тіл білімі ғылымдарда да кең қолданысқа ие болды. Соның ішінде мен тіл білімі ғылымдарындағы аксиологиялық құндылықтарға тоқталатын боламын. Қазақ тіліндегі аксиологиялық құндылықтарды зерттеген Зәуреш Қанашқызы Ахметжановна. Ол аксиологиялық концептілер ұлттық ойлау ерекшелігін бейнелейтін концептілер жүйесін құрайды дейді. Басқаша айтқанда, аксиологиялық концептілер ұлттың өмір сүру ортасы, салты, дүниені тану ұстанымдармен байланысты тілде жинақталған әлемді бағалаудың өлшемдері, құндылықтар жүйесі болып табылады. Қарапайым тілмен айтқанда, аксиологиялық құндылықтар адамға жақсы мен жаманды, керек пен керек еместі, маңызды және маңызды емес, жақын және алысты ажыратуға, бағалауға көмектесіп, әрекеттерін қарым-қатынасын реттеп отыратын білім қоры болып табылады. Зәуреш Қанашқызы Ахметжановна ұлттық аксиологиялық концептілерді семантикалық жүйе ретінде бірнеше деңгейге бөледі. Олар базалық деңгей, орта деңгей, төменгі деңгей. Базалық деңгейді тағдыр, тіл, сөз, намыс, қанағат концептілері. Орта деңгейді атамекен, әйел, ұрпақ, дастархан, қонақжайлық концептілері. Төменгі деңгейді домбыра, жылқы, қамшы, шаңырақ концептілері құрайтын айтады. Осылардың ішінде мен туыстық атауларға тоқталып өтемін. Қазіргі қазақ тілінде аксиологиялық бағытта оқытудың маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Себебі жас ұрпақтың көпшілігі салт-дәстүрдің, әдет-ғұрыптың, қазақ елінің өзіне ғана тән құндылықтардың маңызын аңғара бермейді. Соның ішінде біздің қазақ халқының құндылықтарының бірі туыстық атаулардың да маңызын онша аңғара бермейді. Яғни оны біз көзіміз көріп жүр, үлкен жиын-тойларда кішкене балақандардың барлығы әйел адамдарды әпке, ал ер адамдарды аға деп атайды. Ал оның қай жағынан әпке, қай жағынан аға екендігін онша дұрыс біле бермейді. Сондықтан мен сіздерге туыстық атауларды аксиологиялық бағытта меңгерту жолдарын ұсынамын. 5-ші сыныпта қазақ отбасының дәстүрлері деген тақырып бар. Осы отбасы мен туыстық атауларды байланыстыра отырып, біз мынадай тапсырма берсек болады. Яғни отбасы мүшелері, туған-туысқандар туралы мақал-мәтелдерді тауып жазыңыздар. Мақал-мәтелдегі бірнеше туысқанға анықтама беріңіздер. Яғни ол адам сізге қалай туысқан екендігін түсіндіріңіз. Яғни оқушылар өздерінің туысқандары оған кім болып келетіндігін осындай тапсырмалар арқылы біледі. Келесі 2-ші тапсырмамыз отбасы мүшелерін диаграммаға түсіріп жазыңыз, немесе диаграммаға отбасына қатысы туыстық атауларды жазыңыз деген секілді тапсырмаларды берсек болады. Және бұл тапсырманы үй тапсырмасы ретінде берсек болады, себебі оқушылар ата-аналарынан сіздің туысқаныңыз маған кім болып келеді деп сұрап, өздерінің қызығушылықтарымен орындайды деп ойлаймын. Келесі тапсырма бұл берілген өлеңнен туыстық атауларды тауып, мұғалім көмегімен мағынасын анықта. Яғни өлең ішінен туыстық атауларды тауып, оқушылар мұғаліммен бірге қарым-қатынаста болып тапсырманы орындайды. Бұл тапсырмалар 5-ші сыныпқа арналған тапсырмалар. Бұндай тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын арттырады деген ойдамын. Келесі 6-ші сыныпқа арналған тапсырмалар, яғни 6-ші сыныпта отан отбасынан басталады деген тақырып бар. Яғни отбасы тақырыбы болғандықтан біз туыстық атауларды осы тақырыпқа қатыстырып өтсек болады. Яғни ер адамның үш жұрты деген тақырыпта эссе жазыңыз. Бұл тапсырма ер балаларды қаттырақ қызықтырады деген ойдамын. Себебі ер баланың ойында менің үш жұртым кім деген сұрақ пайда болады. Сондай сұрақтың жауабын білу үшін ер балалар бұл тапсырманы аса қызығушылықпен орындайды деген ойдамын. Келесі тапсырма, төменде берілген сұрақ бойынша кесте құрып, кестені толтырыңыз. Әкеңіз бен анаңыздың туыстары сізге кім болады?
Яғни оқушылар әкесі мен анасының туыстарын өзіне кім болатындығын жазады. Бұндай тапсырмалар да оқушылардың қызығушылықтарын, белсенділіктерін арттырады деп ойлаймын. Негізінде осындай туыстық атауларды аксиологиялық бағытта меңгерту оқушыларға тиімді, әрі қызықты, әрі жеңіл болады деген ойдамын. Сонымен қатар тек қана туыстық атауларды аксиологиялық бағытта оқыту емес, басқа да біздің ұлттық құндылықтарымызды, яғни салт дәстүрлеріміз, біздің тарихи тұлғаларымыз, киелі жерлеріміз, осындай тақырыптарды аксиологиялық бағытта меңгертсек, оқушыларға өте тиімді болады деген ойдамын. Осымен мен өз зерттеу жұмысымды, өз баяндамамды аяқтаймын. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.